кісі иесі әңгіме. Сол жылы Арқаралының асуына қарағұс қаптап кеткен. Кенжеғазының 12-13-ке келіп қалған кезі ғой. Асудың күнгейі мен теріскейінде қызыл қуып, ақ қашқан, ақ қуып қызыл қашқан ана бір қиямет қайымда да осылай қаптаған қарағұс. Төмен етектің қойнауындағы алақандай ауыл ағы келсе де, қызылы келсе де, астан-кестең болып жатып еді сонда. Ат шабыспен ат үстінде жүретін әскердің араны мен айғырлығы жаман болады екен. Ауылдың дені малын алдына салып, қызғырқының артына мінгестіріп құмға ауып кеткен. Сонда ғой, ақтың әскері екенін, қызылдың әскері екенін, әйтеуір солардың бірі қаңыраған ауылдың біріне бірер күн аялдап қалған еді. Қыстың қақап тұрған кезі, қарындар ашқан шығар, Арқаралдан аң қағып, асудың асты-үстін апай-топай етті ғой. Еті жеуге жарайды, жарамайды деген жоқ, көздеріне түскенін атты, қуалап жүріп жер қаптырды. Қайсы бір күні тарс гүрс етілген мылтық даусына елеңдеп диірменнің қасында қалқайып тұр еді. Қарсы қапталдың қалың қарын қақ жарып өзіне қарай тұра салып келе жатқан қасқырды көрді. Тайыншадай көк бөрі со бойы мұның дәл жанынан ағып өтіп, есігі ашық тұрған қораға қойып кеткен. Бауырына түгел мұз қатқан қасқыр қораның қараңғы түкпірінде екі бүйірін соғып тұрды. Қанды көзі боп-боз, ырылдай ма, қыңсылай ма үні бір түрлі аянышты. Жан сауғалап келдім дейтін сияқты, бұл есін жиып болғанша 3-4 әскерде келіп қалған, дүние көшіріп. Қандай құдіретті сөйткізді ме, былай қарай ағып өтті деп, қуғыншыларды басқа жаққа сілтеп жіберген. Қораға кірсе, қасқыр жоқ, қай жағынан қашан қайтып шығып кеткенін байқамады. Сосын таң қалғаны, үйдегі екі төбеттің үрмей үнсіз қалғаны, тіпті құйрықтарын бұттарына қысып, төмен етектегі жыраға түсіп кеткен. Өңі ме, түсі ме, түсі дейін десе ояу, өңі дейін десе кісі сенетін емес. Содан бұл туралы осы күнге дейін жан адамға тіс жарған емес. Күлер деді, аздап ауытқыған деулерде әбден мүмкін. Кейінірек сол көкбөрінің бірді-екілі түсіне кіргені бар. Көреді, бірақ не болып, не қойды оянғанда есінде қалмайтын. Содан осы жұттың дәл қарсаңында түсіне кірген. Ой, сұмдық-ай. Мұның тана торпақ қозылағын қорасына қуып кіргізіп, көкке қарап олып тұрды. Бірақ үні естілмейді. Бұл шошып оянып еді. Сондағы жасөспірім Кенжеғазы енді ер азамат болғанда, Арқаралының асуын сол жылдары қаптаған қарағұс араға уақыт салып одан қалың болып қаптайды деп қаперіне алса қане. Қалың қарағұс пен Арқарлы артта. Көктеменің жылымығы, жердің лайсаңы енді дегдіп, беті кеберси бастаған. Арба жолдың бойымен екеу келеді. Кенжеғазының иығында ала қоржын, қолында ұңғысы, ұзын қара мылтық. Әйелінің арқасында бала. Үлкен орамалмен шантып байлап алған. Жолға ертелетіп шыққан. Күн тас төбеге таяп қалды. Жүрістері өнбейді. Қыбыр-қыбыр. Асудан көп болса 5-6 шақырымдай ғана ұзады. Көздері алдарында жатқан ұзына бойы қайдан басталып, қайда тұйықталар белгісіз белдеу қыратта. Соған жетсе, ар жағында үлкен қара жолы бар. Оған дейінді мына секілді ми жазық қара дала. Сол еске түскенде, Құдай, өзің жар болмасаң деп қалады екеуі тең. Бұлардың жалғыз үміті қара жолдың бойындағы бекет. Сонда әйелдің нағашы ағасы тұрады, лау ұстайды. Ішім жемнен кенде болмаған адам, қазір бірақ кім білсін. Ашаршылықтан жұрттың түгел дерлік қазаны төңкеріліп қалған жоқ па, деуін десе де, бұлардың басқа барар жері, басар тау қане. Ала қоржынында диірменнің түпкір-түпкірінен сыпырып, көк иісі аңғыған астық қалдықтарынан тартып алып, қыстай үнемдеп жегеннен қалған талқандары, қыста атып алған құлжаның шамалы еті бар, пісіріп алған. Арқадағы 1 жасар бала қаңғылдай бастаған соң оған, өздерінің де діңкелегендері де қосылып, аяқ суытуға тізе бүккен. Балаға талқан шайнап беріп, өздері арқар етінен аздаған кесегін ауыздарына салып, жұтып жібермей, жайлап сорып отырды. Құдайдың құдіретінен айналайын деді әйелі.
Нені айтасың? Еркек еңсесін тіктеді. Құлжаны кезіктірген. Оның рас. Жалғыз өзі. Үйірінен бір себеппен бөлініп қалған-ау. Өлмегенге өлі балық. Ал бізге бұйырғаны құлжа, қоңыр құлжа. Қаңтар айындық қарашаның соңында сойыл алған жалғыз тайыншаның еті еңсеріліп бара жатқан. Ендігі жерде қалғанымен жазға жету неғайбыл болатын. Арқарлының аң құсының я қырылып біткен, я ауып кеткені белгісіз. Басқасын айтпағанда кекіліктің қақылы да естілмей қалған. Сонда да Кенжеғазы бір үміт, бір дәмемен ұзын қара мылтығын көтеріп аң қарап шыққан. Сонда көп ұзамай тереңдеу жыраның тар қолтығында тұрған арқарды көріп, қуанғаннан құлап қала жаздап еді. Оғдай, бұл қайдан жүрген арқар деп ойлады. Арқар үйірі асуды жаз жайлап қыстың алғашқы айындақ хан тауына ауып кетуші еді ғой. Жоқ, жай елес пе? Көзін қармен сүртіп қайта-қайта қарады. Құлжаның бауырынан ішегі шұбатылып, шие сабақтың бұтағына оратылып қалыпты. Әбден әлсіресе керек. Төрт аяға төрт жағына жайылып, баса аспанға қарай қайырылып тұр. Әлденеден қатты үркіп тұрған сыңайлы. Неден? Кенжеғазы баспалап, арқардың айналасындағы жыра-жықпалды бұта-бұтаны әбден тінтіп қараған. Қылтың еткенді қалт жібермейтін аңшының қырағы көзі бейсауыт ештеңе аңдай алмады. Болған күнде де бұған келіп кетері жоқ. Ішегі шие сабақ бұтағына оратылған, өзі де әбден әлсіреген Құлжаны жалғыз атып жалпасынан түсірген. Ұзыннан сұлап жатқан арқарды келіп қарағанда, көргені атқан оғы өзі көздеген мойын түптен тиіп, ар жақ шықшытын талқандап кетіпті. Ал ішегі шап жағынан шығып жатыр еді. Бұл арқардың өздігінен бұлай жараланатынын естігенде көргенде емес еді. Оқ тиіп жарылған дейін десе, бұл өңірде өзінен басқа аңшы жоқ. Қасқыр тартса, ит таласы неге жемеген? Арғарай басын қатырмады. Құдайдың берген несібесіне есі шыға қуанып, Құлжанның сан қолын қол етіп жатты. Демін алып, жалпақ тасқа отырып жатып, кенет қарсы белден бұлаң етіп басып бара жатқан сұлабаны көз шалды. Бұл не өзі? Баяғыда қуғыншылардан қашып қораға кіріп кеткен көк бөріспеттеніп түкірігін әзер жұтқан. Құдай ісімізді оңғарса екен деді. Әйелі қамығып. Сөйте ме? Қамыға берме. Әйтеуір азда болса тіске басарымыз бар. Әсіресе талқанды айтсаңшы. Жарығымыздың жанын сақтап келеді. Диірменнің арқасы ғой деп әйел көз жасын сығып алды. Атамыздың аруағына ризамын екі дүниеде. Иә, арқарлы асуына алғаш диірмен салған Кенжеғазының атасы. Диірмен өзені сарқырап ағатын терең шатқалдың ұшарбасында. Жарықтық кезінде бұлар қазір бет алып келе жатқан басы қайдан басталып, аяғы қайда барып бітері белгісіз, көлденең жатқан белдеу қыраттың ар жағындағы орыс байына жалданып біраз жыл жүріпті. Пұл тауып ауылға қайтқанда жалшы орыстың бірі ілесе келеді. Аң құмар екен, арқарылда арқар өріп жүретінін естіп білген күннен кетерінде мені ілестіре кет деп жанынан шықпай қойған. Өзі ұста, қолынан келмейтіні жоқ. Өзен сағасындағы ата қоныстың бас жағынан диірмен салуды ұсынған сол. Содан асудың ана қойнау, мына қойнаудағы жұрт ұн тартуға жер түбіндегі көкталға тентімей, астықтарын осында тасып, жырғап қалады. Атадан балаға дегендей, диірмен бұлардың кәсібіне айналып кете барған. Сол орыстан атасы аңшылықты үйренеді. Одан әкесі, әкесінен өзі. Арқарлы бұрын аспанға жақын сияқты болып көрінуші еді, деді еркек со жаққа көзін салып отырып. Енді апаласа сияқты. Үстінде қалқып жүретін еді-ау. Құдайға не жастық, деді әйелі. Не жастық? Өйтпе. Енді кімнен? Әйтеуір біреуден емес пе мына жұт? Қой жүрелік, деп еркек қара мылтыққа сүйеніп орнынан тұрды. Кел, баланың таңайын, арқаңа. Біраз ұзаған соң, сонандайдан жолдан сәл жырақ үлкен шоқ қамыс көрінген. Арасында қырғауыл болады, деді еркек. Бір аралап шықсам жарар еді, бірақ бар ұшақ патрон, әрі бытыра емес, өң жалғыз оқ. Онымен ұшқан құсқа тигіз алмайсың, тиген күнде парша-паршасы шығады. Әйел үндемеді. Әркім өз ойымен қыбыр-қыбыр. Еркек әйелінің ит жандылығына таң қалады.
сіңіріне ілініп жүргеніне қарамай қимылы адуын. Арқасында бала арагідік ала қоржынды да алады қолына. Кезек-кезек көтерейік дейді. Әйелдің еркектен айырмашылығы қуатының сарқылмайтынында дейтін әкесі. Сарқылмайтыны әйел қуатының көзі ана сүтінде. Бұл сөзге онша мән бере қоймаған, оған ашаршылық алқымынан алғанда көзі жетті. Қоңыр құлжаны атып алғаннан соң бұл біраз сырқаттанып жүрді ғой. Сонда үйдің бар шаруасын жапырып істеген әйелі таудың бұтасын шауып, отын етті, диірменнің түпкір-түпкіріндегі астық қалдықтарын қолмен теріп жинап ұшырды, кептірді, қуырды, талқан қылып тартты. Бала бір жағында кірғонды жуу, тамақ істеу. Құдайдың маңдайына осындай әйелді тап қылғанда мың мәрте шүкіршілік ететін. Иә, шынында да оны бұған Құдай айдап келген. Бұлардың диірменіне айналадағы ауыл-ауылды айтпағанда, сонау басы қайдан басталып, аяғы қайдан бітерін бұлар білмейтін белдеу қыраттан да, ол түгілі оның ар жағындағы ми жазықты көктей өтіп, үлкен жолдың бойынан да қазақтар түйе-түйе астық артып келіп, ұн тартып әкететін. Сонда ғой, мұның осы әйелімен танысып жүргені. Қайсы бір жолы ұн тартушыларға жас қыздың лесе келгеніне әкесі де бұл да таң қалған. Үлкен жолдың бойындағы бекетте лау ұстайтын адамның жиен қарындасы дескен келгендер. Қыз баланы ұн тартуға жіберген несі деген әкесі. Құдай өзіне ұл бала бермесе қайтет, онда өзі келмей ме? Өзі лау ұстайды ғой. Ояздың ары бері хат хабар тасығандарын күтіп алып, шығарып салып отырады. Сонда қыздың қайратына көргендер қайран қалған. Кез келген астық толы қапты еркек біткенмен бірдей аударып төңкергенде, Құдай-ау, мынау баяғы қалмақпен соғыста туса, кез келген батырмен жекпе-жекке шығатын қыз ғой десіп тамсанған. Сымдай бұратылған айналайынның қуаты қай жағында? Екеуі бір-бірін ұнатып қалып, әкесі бекеттегі лаушыға құда түсіп барып, бастарын қосып ет, көп ұзамай. Бұлардың ешқайсысы осынау бақыттың соңында мына жан-жақты жаппай жалмаған жұт ұлы ашаршылықтың әне-мінекелерін білген жоқ еді. Шоқ қамыстың тұсынан өтіңкіреп кеткенде, одан бері шығып келе жатқан үш өрім-өрім сұлаба көрінеді. «Ойбай, аналарды қара!» деді әйелдің дауысы бұзылып. «Көрдім. Соңымыздан өңмеңдеп, онысы несі? Біз сияқтылар шығар. Өрім-өрім, қорқам». «Жүре берел, қорқпа». Шынында да соңдарындағы үшеудің өңмеңдеулері жаман еді. Бірте-бірте таяп та келеді. «Әй, тоқтаңдар!» деп қырылдап шыққан дауыс үзіліп-үзіліп жетті бұларға. «Аман қалғыларың келсе, баланы тастап, өздерің кете беріңдер». «О не?» Әйелдің көзі алақтап күйеуіне қарады. «Не дейді, ойбай? Қара көрсетпей қаша жөнелер қауқар қайда?» «Естідің бе?» Әйел даусы жан ұшырады. «Естідім. Құлынымызды қайтеді». «Сен жүре бер», деді еркек әйеліне. «Тоқтама, жүре бер. Өзіңше, қуып жетем». Артына айбарланып бұрылды. Аналар дауыс анық жетер жерге дейін келіп қалыпты. «Ей, сендер кімсіңдер?» деді мылтығын алдына көлденең ұстап. «Баланы тастаңдарың не?» «Жан керек болса тастайсың. О, қайда албасаң? Не істесең сол? Таста баланы, өздерің кете беріңдер». «Өйтіп Құдайдан безбе. Көрсетші қана көзіме, оның өзін екі шайнап, бір жұтайын», деді қаба сақалды өңкүйгені. Бұл қара мылтықты кезенді. «Жайратып салам, ит! Ат деді анау, жайрат! Өйтпедің бе, далбасаламай баланы тастып кет бізге!» Еркектің шіріппені басып жіберуге дәті бармады. Жалт бұрылып, шамасы келгенше әйелінің соңына қарай ентеледі. Ол біраз ұзапты. «Тоқтама, кете берді, тоқтама!» деген әзер-әзер демігіп. Онысын әйелі естіді ме, жоқ па білмейді. Тоқтама да, тоқтамасын қайталай берді. Жан дүниесінде жанып сөнген оттың қоламтасындай ғана бар қызуы лезде жым-жылас жоғалып, өн бойы түгел суып, дірдек қағып қалған. Әл дәрмені түгесіліп барады. Артына қараудың өзі өлердей үрей, өңмеңдеген сұмпайылар әне-міне келіп бас салатын сияқты. Ол ашаршылық дендегелі адамды адам жеп жатыр дегенді естіген. Әуелі сенбеп еді.
Құлжаны атып алғаннан кейін мән-жай білмек болып етектегі ауылға түскен. Сонда шағын ауылдың адамдары аштан қатып қалыпты. Кенет ауылдан сәл аулақта алба-жұлба бір топтың лапылдаған отты шыр айналып жүргеніне көз түсіп, қайнап жатқан қазан ернеуінен баланың білегін байқап қалған. Есі ауып құлап қала жаздап еді, тауды бетке алып тұра қашқан. 3 күн құсқан. «Аман қалғыларың келсе, тастаңдар баланы», деді соңындағы қаба сақалды өңкейген. Қырылдаған үніне арылма, соған ұқсас жексұрын бірдеңе араласқан. Қалай болғанда да оның үні таныс сияқтанды. Өңкейген өн бойы да, қалбаңдаған жүрісі, япырау, бұл сол ма? «Кімсіңдер осы?» деп дауыстады. «Шаруаң болмасын онда». Дауысың таныс бір түрлі. «Мейлі, білем сені», деді бұл. Өтірік айтты. Сөйтсем, өңмің деген қояр деп ойлады. «Білсеңші», деді анау. «Тоқта де қатыныңа». «Ей, мынау, Құдай, Қозыбас. Иә, сол ғой өзі». Лезде бір түрлі қуанып тағылғандай болды. «О, сіз Қозыбас аға?» «Баланы тастап кетіңдер дейім». «Ағау, мен Кенжеғазымын ғой, Нубай көкеңіздің». «Мейлі», деді анау. «Шаруам жоқ онда, баланы тастаңдар. Болмаса қатыныңмен қоса өзіңді де өліп барамыз ит». «Кенжеғазымын деп тұрған жоқпын ба? Диірменші Нубайдың. Нубай субайыңмен құры, тоқта де қатыныңа». Әйелі жаққа көз салды. Шамал ұзапты. Мынадан еш қайыр жоқтығына көз жетіп, мылтықты амалсыз шошаңдатты. Кезеп қорқытқан түрі. «Сескенер» деді. «Тұрып қалар» деді. Сонда қатын баласы ұзап кетер деді. «Атып салам қазір». «Сөйтсің шейіттің баласы», деп анау баяғысынша өршеленіп келеді. Дереу мылтықтың дүмін иығына тіреп, бастарынан асыра шүріппені басып жіберді. Қапелімде сасып қалды ма, өңмеңдеген шөу орындарында сәл сілейіп тұрып қалған. Бұл аналарға көрсетіп мылтыққа келесі патронды салды. «Енді дәлдеп атам» деді. «Жан керек екен, қалыңдар солай, қозғалмаңдар». Өзі қатын баласының соңынан ұмтылған. Енді ілесуге батылдары жете қоймас деп сенді. Сүйретіліп келе жатып, ойына не келіп, не кетпей жатыр. Анау Қозыбас. Қозыбастың бұдан 3 жас үлкендігі бар. Әке шешеден ерте айырылып, Түменбай молданың босағасында жүрді. Соның дәрет суын жылытып, отымен кіріп, суымен шығып өсті. Ескіше хат таныды. Әлдебір Балшабек келіп, темір жол салуға елді насихаттағанда соған ілесіп кетті де, бірер жылдан соң оралып, жаңашылған кооператив дегенді ұстады. Көп ұзамай істі болып қалды. Тексерісте кооперативтің дүниесі кем шығады. Қаңтардың қақаған аязды түнінде бұлардың терезесін келіп қақты ғой ол. Өңкүйген неменің қан сөлсіз ұсқынына үңіліп отырып, әкесі сұраған: «Үкіметтің дүниесіне неге қол салдың?» «Көке, мен емес, имандай шыным». «О, қай сөзің?» «Ауданға тасыдым». «Ол не дейді?» «Кім? Аудан?» «Жуытпайды. Куәгерім жоқ». «Онда кімге өкпелейсің?» «Ешкімге». «Өзіңе деме?» «Өзіме». «Одан не шығады? Ал мына қашып пысқаныңнан ше?» «Үкіметтің құрығы ұзын. 3 жыл қолдарына түспесем, іс өзінен өзі жабылып қалады екен». «Бақандай 3 жыл. Қай көтке тығыласың?» «Ақпанның аяғына дейін паналатыңыз. Ар жағы құмға сіңіп кетем, жоқ десеңіз, ұстап беріңіз өз қолыңызбен». Әкесі оны қалдырды. Күндіз таңқылая ақ киізден басқан жер сызатын кебен тайын кигізіп, қойнына тіске басар тығып, тауға жібереді. Түн ортасында баспалап келіп, қорадағы аздаған уақ жанның арасына келіп жатады. Арагідік ауыл сәбет милициямен ат ойнатып келіп тұрады. Сұрайтындары: «Қозыбас қашқын көздеріңе түскен жоқ па? Пендешілік жасап жасырып жүрген жоқсыңдар ма? Өйтсеңдер статья жаман». Қозыбас түн ортасында таудан оралғанда тамақ ішіп отырып әкесімен көбір-сыбыр әңгіме айтатын. Сонда ұққаны кооперативтің дүниесін аудандағы дөкейлерге тастқан осы ауыл сәбет. Оң мен солын танып қалған бұл әкесінен сұрайды: «Көке, бәлесіне қалмаймыз ба?» «Біліп қойса қаламыз. Онда неге басына іс түскенге жамандық істеуге болмайды. Обал сауабы бар».
Содан көктемнің жылымығы білінісімен қозбас бір түнде жоқ болып шыққан. Әкесі екеуі 2-3 күн айнала төңіректі түгел сүзіп шыққан. Жаман ойлары оқыс жазым болып, бір шұқанақта не өліп, не мертігіп жатқан жоқ па? Өйтпесе қайыр қошты неге айтпай кетті? Не қылса да әйтеуір қозбас ізғайым жоғалған. Енді міне, көктен түсті ме, жерден шықты ма? Дәржінің құмы сақтаған ғой жанын. Сірә жер көкті жайлаған ашаршылық шығар оны қуып шыққан. Жан сауғалап арқарлыға оралған ғой. Одан не табады? Ауылы аштан қатып қалған жоқ па? Енді мынау шоқ қамысты паналап жол торып. Біраз ұзаңқырап кеткен әйелі артына жалтақ қарағыштайды. Бұл қолын алға сермейді, кете бер, тоқтама дегені. Аналар қайта аяқ басқан. Сол сүйретілген қалыптар аштықтан әлсіреген. Әйтпесе аттап-бұттап жетіп келмес бет. Соңына үрей түскенді кім көріпті? Қуғынның сұмдығы сол үрей болар. Әне-мінелеген қорқыныш жанын жеп, дәрменін тауысып барады. Аяғы өзіне бағынуды қойған. Әлтек-тәлтек, әйтеуір медеті құтылып кетуден дәмелі. «Әй!» деп қатар қырылдады аналар. Қолдары ербеңдеп, мұның ту сыртын көрсете береді. «Не?» деп бұл да артына жалт қараған. Сұлап жатқан сол құла дүз, қыбыр еткен дәнеңе жоқ. Аналардың қолдары ербеңдеп сілейген қалыптар. Көздеріне сірә қос көрінген, әлде шатаса бастады. Таң қалғаны жып-жылы әлдене арқасынан сипағандай болды. Соның жылылығы тұла бойына тарап, аяқ қолының дірілі сәл басылған сыңайлы. Ол алғаш рет адамның күш қуатының, сабыр төзімінің тылсым бір демеуі болатынын сезінді. Оның қайда келетінін, қалай болатынын әрине білмеді. Бұл өзімен өзі болып тұрғанда, соңындағылар ешшиіп ентелеп кеп қалыпты. «Қозбасаға қалыңыздар» деген бұл. «Сабыр етіңіз. Көп сөзді қой сен. Айтқанды істемесең өлтіремейді, болмаса ат бізді. Қалай сізді, адамды? Көріңді ұрайын, көп сөзді қойда, көзде қане?» «Көздей алмайым. Онда көтіңді қыста, айтқарымды істе». «Жасаған жақсылығымыз қайда? Жасырып едік қой бір қыз. Жақсылық жадыда қалмай ма? Өліп бара жатсаң бәрінді ұмытасың, ақымақ. Енді шыдай алмаймыз». Айтқандары рас болу керек. Ендігі жерде бері қарай далбаңдап ұмтылулар жаман. Шошып кетті. Мылтығын қайта кезеген, кезеп тұрып, «Енді аямайым» деп бақырды. Оны елейтін аналар болмады. Тіпті өршелене түседі. Қара мылтықтың ұзын ұңғысын үшеуіне кезек-кезек кезеді. Гүрсетті. Бірақ тағы да далаға кетті оғы. Дәлдеп атуға тағы да бір күш бермеді. Тағы да дәті бармады. Бұл жолы аналар алғашқыдай мылтық оғынан сескеніп, тосылып қалған жоқ. Тіпті елең етпеді. Керісінше, өлімге өздері ұмтылғандай өңмеңдей түсті. Кенжеғазы бар үміт сенімінен айырылып, есінен мүлде ауып бара жатқандай еді. Не істеу керек? Қане? 3 патроны бар еді ғой. Мына үшеуін сол 3 патронмен бағанақ неге жайратып салмадым деп өкінеді енді. Сөйте алмады емес пе? Қандай да құдіретті бір күш жібермеген оған. Мылтықпен қорқытып үркітіп, беттерінен қайтарам ба, тоқтатып тастайын ба деп үміттенген. Араны ашылып кеткен қуғылқын Құдайдан да құдіретті екен. Құдайдың өзі де тоқтата алмасын білмепті. Соңғы патронға қарады. Өлердей өкініштен өзі көрденді. Өкпес қысылды. Самғап ұшып шығар саңылау іздейді. Адамға мүмкін емес нәрсе жоқ демеуші ме еді әкесі. Қал үстінде тұрған қысыл таяңда естігенді естен тандырар ерік жігерің болсын деген. Я, сөйткен. Түйсігінен төбе шашын тік тұрғызған, әрі таң қалдырған, әрі қуандырған да сияқты мүлде тосын күтпеген, білмеген оқыс ой қылаң берген. Енді содан айырылып қалмау үшін жаны ұшырды. Жаны ұшырып тұрып, әжептәуір ұзап кеткен қатын баласының соңынан қарады. Алдарынан жарылқай көр деп көбірледі. Артындағы алба жылбаларға қараған хайуандар деді дауысы қырылдап. Баламнан аулақ, әйелімнен аулақ, мені жеңдер. Қара мылтықтың ұңғысын жүрегіне тіреді.
Гүрс еткен дауыстан кейін көз алды қап-қара болып қалды. Әйел біраз ұзаған еді. Жайдақтау сайға жеткен. Жылтырап, жіп-жіңішке су ағып жатыр. Таңдайы құрғап келе жатыр еді. Татып көрсе, суы ашылау екен. Сонда да екі шұт. Арқасына таңып алған нәрестесі үнсіз. Аман екеніне жотасын жылтқан демінен білінді. Шешіп алып, сәл белін жазбақ болып, бойын тіктеп беріп еді. О, сұмдық. Анандайда арса-арса көк бөрі тұр. Бұларға үңіліп. Кетей, кет деп шыңғырып жіберді. Бірақ өз дауысын өзі естіген жоқ. Жаны ұшырып жан-жағына қараған. Қу меденінен өзге көзге еш нәрсе көрінбейді. Күйеу қайда? Қайтты ол. Мылтықтың екі рет гүрс еткенін естіді ғой. Екеуін жайратқан шығар, үшіншісін. Патроны үшеу емес пе еді? Оның атылғанын естіген жоқ қой. От алмай қалды ма? Дәрісі немесе пестоны дымданып қалса, сөйтетін білетін. Қасқыр сол қалпы. Орнынан тап жылмай үңіледі. Бұл бұрыла берсе, артынан келіп бас салатын секілді. Не істерін білмей, буын-буыны құрып, көзінен жас парылады. Баласы да қимылдай бастаған. Кенет көк бөрі теріс қарап шоқиып отырды. О несі деп ойлаған, зәре иманы қалмай тұрған әйел дәнеңе түсінбей. Сол кезде қоржынын тастап кету келді ойына. Соның ішіндегі барын жеп, жөніне кетер деп үміттенді. Тамақсыз өз күндерінің қалай болары қаперіне де кірген жоқ. Қоржынды тастады да апыл-тапыл алға басты. Сол кезде атылған мылтық дауысы еміс-еміс естілген. Дереу тоқтай қалып, артына жалт қарады. О Құдай, көкбөрі орнында жоқ, жым-жылас. Қоржын орнында. Мылтықтың даусынан безіп кетті сірә деп сенді. Және ойлаған, күйеуі аналардың үшіншісінде жайратты. Өлтірді кісіні. О Құдай, бұл не сұмдығың еді? Неден жаздық саған? Неге мәжбүрледің адамды адам жеуге, адамды адам атуға? Басқа жолын қалдырмағаның не? Амалын мүлде тауысқаның қалай? Күйеуімді кешіресің менді. Қоржынына қайта оралды. Қыңқылы көбейген баланы арқасынан босатып алған. Әуелі оның аузына қозы қарынға құйып алған қайнақ судан тамызды. Сосын талқан шайнап беріп отырды. Шайнап отырып, өзі де жұтып жібере жаздайды. Тым құрыса бір жолы. Бірақ өйтуге дәті бармайды. Осы келе жатқан жолында бойына біткен бір тосын шыдам, ерекше ерік оған жібермейді. Тек ашылған қоржын аузынан қақталған піскен еттің иісіне елти береді. Тым құрыса бір кесеген аузына салуға үздігіп тұрып, іркілді. Күйеуінсіз. Келеді ғой енді. Қуып жетеді. Сонда деп күбірлеген. Тоса тұрма қойды. Бірақ қадалып қанша қараса да күйеуі көрінбейді. Әй деп тағы да оқыс шыққан даусын өзі естімей қалды. Баласын бауырын қатты қысып сілеп қалған. Анандайда жаңаға көк бөрі. Көктен түсті ме, жерден шықты ма? Жоқ әлде? Көзін апыл-ғұпыл сүртіп кең ашып қараған. Иә, сол. Арса-арса көк бөрі. Не керек саған деп бақырды. Кет, жоғал. Өзі дереу жиналып баласын арқасына әзер таңып алып тұра жөнелді. Қоржын жайына қалды. Тек дорбадағы талқанды іліп әкетті. Қанша жүрді білмейді. Арасында артына қараса қасқырдың қарасы көрінбеген. Қоржындағыны жеп жайына кеткен шығар. Өліп талып жатып, есі кірерлі шығарлы басы мен аяғы қай жерден бітетіні белгісіз көлденең қыратқа күн ұясына қонуға аз қалғанда жеткен. Одан әрі әл дәрмені қалмай қалды. Етекті шөбі көк жасыл қойнаудың жарлауытына жақын келіп отыра кеткен. Қолы қалтырап, баласын алдын алды. Көзі жылтырап, езу тартады. Ерні кеберсіпті. Онысын қимылдатып басын олай-бұлай қозғай береді. Талқанда лек еткеніне қуанда ел. Со сәт есін жиып алды. Күйеуім деп жүрегі суылдап қоя берген. Жүруге шамасы келмей жолда қалды ма? Өкпесінің ауыратыны бар еді ғой. Әлгі құлжан атқанда, соның етін 4-5 барып жаяу тасығанда жабысқан. Қатты аязда тер қатып, көп ұзамай тық-тық жөтел. Кенет біреу аңыраңғандай болды. Елең етіп есі шығып, айналасына қараса, тура жанында әлгі көк бөрі тұр. Ала қоржын да жанында. Әйел шалқалақтап құлай берді. Қай кез екенін есін жиса,
баласы бір жақта аяқ қолы ербеңдеп жылап жатыр. Бас салып бауырына қысты. Ала қоржын жатыр. Қасқыр жоқ, көрінбейді. Жан-жағын көзімен тінтіп ұзақ қарады. Ұшты күйлі. Ала қоржынның аузын ашып үңіліп еді, ештеңесіне тимеген. Әйел не ойлап, не қоярын білмей аң-таң қалды. Бұл не? Қоржынды кім әкелді? Тастап кетіп едік қой. Сонда жаңағы бөрі қасқыр емес шығар ол. Солай болып жүрген баласының періштесі шығар. Періштесі болады дейтін еді ғой, үлкендер періштесі. Сапырлысқан сандаған ойдың жауабын таба алмады ол. Тек аң-таң. Аздап өзіне келе бастады. Қаптап келе жатқан қараңғылықпен қалғып кетті. Оқыс оянып кеткен екен. Аспан ашық, самсаған жұлдыз. Кенет көзі сонандайдағы қара қапталдан жанып тұрған оймақта екі отқа түсті. Қатар тұрған екі шоқ. Соны ұзақ бағып отырды. Бір қызығы жүрегінде сезік, үрей тұрғанымен соншалық қорыққан жоқ. Таң қылайып келе жатқанда қапталдағы екі шоқтың орнынан тұрып бара жатқан көк бөріні көрді. Не керек? Балалы әйел көлденең қыраттан асып, ар жағындағы қара жусанды қу меденді тағы бір тәулік жүріп өтіп, үлкен жолдың бойындағы бекетке жеткенше көк бөрі соңдарында оқта текте көрініп отырған еді. Арада 5-6 жыл өтіп, арқарлы асуына адам ізі қайта түсе бастағанда, баяғы кіре жолдың бойынан жүргіншілер шашылып жатқан адам сүйектерін көреді. Жалғыз адамның. Қазаққа совет сұмдықтың жасаған зұлматы ғой деген сөз бәрінің көкейінде күңіреніп тұрды. Бірақ бір-біріне онысын дауыстап айта алмады. Қолдарынан келгені шашылып жатқан сүйектерді жиып жерлеп кетті. Оның кімнің сүйегі екенін олар да, кейінгілер де білген жоқ. Соңы Несіпбек Дәутайұлы. Оқыған Қуат Ахметжанов.